Гаухар есімінің мағынасы. Гаухар есімінің түпкі мағынасы асыл тас болатын. Бұл сөз қазақтарда қыздар есімі ретінде кеңінен тараған. Гаухар французша бриллиант, жарқырауық. Алмастың табиғи кристалдарын әдемілеп қырлау нәтижесінде алынатын асыл тас дегенді білдіреді. Гүлайым есімі. Гүлайым есімі түркі тұқымдарынан шыққан және гүл сөзінен құралған. Алайым ай сөзінен шыққан. Мұндай есім ай гүлі дегенді білдіреді. Есімнің басқа мағынасы туралы бірнеше пікір бар. Біріншісі түркі тұқымдарынан шыққан, үнді немесе тұман деп түсіндіреді. Ал екіншісі персиялы тұқымдарынан шыққанына сенімді. Гүлбану есімі. Гүлбану есімі қазақ тіліндегі әйел есімі. Бұл есім парсы және түркі тілдерінен шыққан. Гүл және бану ханым. Жалпы мағынасы гүл ханым немесе гүлдей әйел. Гүлбану есімі қазақ халқында кеңінен таралған. Бұл есім әдемілікті, нәзіктікті және асылдылықты білдіреді. Гаяна есімі. Әр түрлі шығу тегі бар. Оның бірнеше түрі. Армен есімі. Есім Гея деп аталатын грек мистикалық жер және ақыл-ой қалқанын білдіреді. Екіншісі жер немесе жерді. Бұл есім мағынасы жиі Арменияда, солтүстік Кавказ халықтарында кездеседі. Есім жүрек дегенді білдіруі мүмкін. Бірақ бұл түсінік санскриттік гаджана сөзінен шыққан. Ғалым есімі. Ғалым есімі ғалым, білімді адам дегенді білдіреді. Бұл есімнің шығу тегі араб тілінен. Онда алим сөзі білімді адам дегенді білдіреді. Есім қазақ тілінде кеңінен қолданады және көптеген ер адамдарға беріледі.